айтылды, сіз күтіңіз деген әңгіме, содан кейін болды жоқсыздар ма екеуіңіз? Біз қателеспесем демалыс күндері хабарда болдық, хабарластық, сөйлестік. Сол кезде бір тек қана андай бір жақсы нотада бәрі қалай айтсам болады енді. Сөйлестік аяулымның арқасында солай болып қала салған болатын да. Келіңіз, бопты барам деген сияқты нәрсемен қалып қоя салдық болды. Ондай бір реніш болмас, ондай еш нәрсе болмады. Жоқ, Балзаған негізі. Сіз жаңа айттыңыз ғой, маған фейсіңіз ұнайды дегенде, сіз бұл қызды қайдан көрдіңіз? Мен бұл қызды неден көрдім? Аяулымның өзі WhatsApp-тан енді хабарласты сол номермен. Содан кейін фейсін көрдім. Одан кейін өмірде жолыққанымыз бар Балзахан. Ол қалай жолықтық? Жолықтыңыздар ма? Ол қалай болды? Кездесейік деп па? Жоқ, мүлде ондай емес. Менің 4 жыл бірге оқыған группалас қызым бар, колледж кезде. Сол қыздың арқасында бір кездесіп қалғанымыз бар. Сөйтсем жақын подругасы екен, бәрі бір қалай айтсақ болады, бір ұйымдасқан сияқты болып көрінетін шығар қазір. Бірақ мүлде олай емес, бәрі бір табан астында болып қалды. Біз Ернар екеуміз. Қайда кездестіңіздер? Қайда көрісіп қалдыңыздар? Бір тамақтанатын жерде. Сол тамақтанатын жер ма, әлде билейтін жер ма? Жоқ, билейтін жерде жүрмейміз ғой біз. Жоқ, билейтін жерде жүрмейміз біз. Бір қалай айтсам болады, бір торговый дом деп айта салайын. Сондай жерлерде, примерно. Сол кезде бір көріліп, әңгіме айтып, Ернар бар, сол қыз бар, бәріміз бүйтіп бір әңгіменің басын шығарып, күліп, ойнап кеткеніміз бар. Жоқ, Балзағаным, негізі айтайыншы, бұл жерде кішкене пазл құралмай жатыр негізі. Ернар бар кездесу деп айтты, бірақ Ернар бағана айтқаны кішкене Саттөретке сәл көңілі болған екен деп білмейді адам сияқты айтты да, оказывается Ернар бұлардың кездесуде болған екен. Негізі енді құрастырылып жатыр жаймен, оказывается болған екен, бірақ та енді біз енді байқамай бұлар кездесіп қалады екен, байқамай енді мен подружкамның общий құрдасы болып қалады, досы болып қалады екен да, никогда бір Саттөрет енді бұның ұят сияқты өзінің үміткерің бола тұра, сенің фейсің маған ұнайды дегеннен не әңгіме ол? Бір қыз келсе болды, Саттөреттің аты обязательно қозғалады. Енді бұны қыз құмарлық деп айтпасақ, баса қалай айтамыз бұны? Енді ол кезде мен үміткерім болған жоқ, аяулыммен біз танысты тоқтатқан болатынбыз. Одан кейін мен демалыс күндері басым бос едім. Мен қыз... Сіздің бір демалыс күндері басым бос еді. Менде уақыт жоқ. Только алдыға. Сіздің графигіңіз... Балзахан, ұзын сөздің қысқасы, былай етекші, жігіттер, Ернар, Саттәулет негізі былай қарап жүрім ғой. Некрасивый екен, болса отқан кезде. Бұлай жасайық енді ағасы қарап отыр, ата-анасы қарап отыр. Мына жерде ондай болған жоқ деп есептейік, сыйластайық. Мен енді бұл кісімен сөйлескен кезде маған бәрін айтқан. Мен сосын біліп отқасын, күліп, нормально қабылдап отырмын. Өйткені мен өзіме сенімді жігітпін. Жақсы, сіздің қарсылығыңыз жоқ, барлығын қабылдадыңыз. Мен бәрін қабылдадым. Аяулымның әңгімесінен тыңдап, біліп, сенім. Енді ұлпа былайға әңгіме, ондай бір қатты солидарностьқа кететін нәрсе емес бұл. Жоқ, қойшы. Қарасай. Жоқ, қоймаймын. Тоқта, неден сен оған дейін саған келгенге дейін біз жолық қойғанбыз. Қалай жолық қойғанбыз? Только кездейсоқ деп айта салайық, случайно. Солған дейін біз сөйлестік. Сен қалай келдің? Біз олай мүлде амандасып, сөйлесіп, ондай еш. Жоқ, оған енді... Солидарность деген нәрсе мен жақсы білемін. Енді оған үйретіп керек. Біз айтамыз ғой, Алматы ғой, үлкен мегаполис дейді. Бір көрген адамды бір күнде 4 рет көресің ғой. Ол енді нормальный зат деп ойлаймын. Ал егер де былай айтатын болсақ, негізі өзінен сұрасақ болады. Негізі жалпы қатысушы мен болып келген кезде кімге келгің келді деген сұрақ ба айтып еді, қалай еді? Жаңа келген кезде шынымен де сен саған келгім келген деп айттың. Сен мына жақта күресіп жатқаннан кейін мен сәл ғана күттім дегені бар. Өзінен растауға болады. Осы жерде қоса кетейікші. Сұрап жіберейікші, негізінде солай болатын. Жоқ, оны Балшағам андай нәрсе ғой, қатты түрлендіріп жатқан жоқ біз негізі. Мен просто сұрақ қойдым тікелей, и солай жеткізгім келді, сұрақ солай қоя салдым мен. Атақ бой орталарына біреуді салып, біреуді түсіп, ондай нәрсе жоқ. Екеуің жақсы жұп болып, жақсы танысық болса, ол тек қана қуанамыз Балшаған. Болды ғой, жабылды ма ана тема? Айтып алыңыз, Нұржан. Көрдің ба, Әділет? Былайда ақылшыны батыр деп ойлап қалма, бірақ махаббат деген, отношение деген ол Инстаграм емес. 20-30 секундық видео салып, ақшаңды алып кете беретін. Өзіңді сөйтіп айтып ең да жаңа біреуге. О, Инстаграм не қатысыр бұның? Жаңа сен де айттың ғой, еркеғали шыққанда махаббат деген той емес деген сияқты. Егер де андай болса екен, мен тек қана бір затпен айналысатын болсам, ол айтуға болады. Мен тап соған Инстаграм тіремей қойдым. Ақыл енді сұрағымды қойып жіберейші, сен айтқан екен айта салдым да. Бұл таңғы асқа тауға барыпсыздар. Бұл кімнің шешімі болды? Әлде алдың Тәуіржан
Айгүлді тауға апарып таңғасқа апарамын деп апарамай қалған кезде Айгүл ренжіген еді. Сол Айгүлге мен де таңғасқа тауға апара алам. Көрдің ба? Деген сияқты болды ма или қалай? Кімнің ойында болды бұл деген? Енді былай Жаны есте сақтауға біледі. таңғасқа шақырмайды. Таңғасқа оятады дейді ғой. Реально мен оятқаным бар, бірақ та менің оның алдында солай Алматы қаласында мен жаз кезінде мүлдем болмағам. Сосын мен өзіне де айтқам, Алматыда негізі күн ыстық болады екен, біздің Ақтөбеде кәдімгідей мынадай уақытта жаңбыр быт-шыт болып жатады да. Ал шынымен де артық ой жоқ. Егер де тауға баратын болса, олар неге бармайды деген әңгіме ғой. Енді тауға барып кездесу жасап кеттім, мықты әдемі. Ана бір картина ар жағында жүрді ғой. Сол видео таныс болып тұр, бір жерден көрген сияқты, мен біреу маған айтқан сияқты, сен мен осындай видео түсіргім келеді деген сияқты. Және де мына жерде былай ғой, әділеттің жаңағы бір ренішін шынымен де түсінбей жүрмін. Сол Тәуіржан анасымен танысып келгеннен кейінгі күннен бастап мүлдем амандаспайды десем болады, мүлдем сөйлеспейміз, ой өзгерген көрініп тұр. Бірақ мен түсінбей тұрғаным әділетті. Неге? Мына жерде андай айтып жатыр да, сонда мен анамен бір рет жаңағыдай қал жағдайын сұраса салу керек еді ғой деген сияқты, сол нәрсеге ренжіп тұрған, түсініп тұрған жоқпын. Әдет мысалы сен менің жігітім болған жоқсың, сен мен ол кезде үміткерім болған жоқсың деген сияқты ғой. Және де ол сенің сол бір ашулануын, соған бір ерексу сияқты деп те қабылдаймын негізінде. Соның бәрі бір орынды деп ойлайсың ба өзіңдікі? Осы бір ренішін. Мынандай болған, короче, мен бір пост салған ғой, TikTokқа. Егер де миллион қаралым жинаса, мен Айгүлді анаммен таныстырам деген. Содан кейін сол бір кісілер миллион қаралымды күтпей. Риск, енді мен сені таныстырам емеспін ғой, қоя берші. Сол кезде тұрды да, ол оның да бір животный инстинкті оянды ау деп рискі таныстырып тастағанда, ол енді қойшы айта бермей қойшы, оны жауап кеш бол тема. Жоқ, сен онда мына жерде ренжіп айтып отырсың ғой бағана, сол нәрсіне ренжіп. Енді мен ренжім орынды шығар просто. Не үшін орынды айтшы, қай моментте именно сен ренжішін орынды? Сен ренжитіндей, мен саған айтып тұрмын ғой, ол жерде мен сен қызым болған жоқпын, ешкім болған жоқпын, мен сені звондап, маман қалай екен, мен сен маманды да әлі танымаймын, дұрыс па? Болмаса мен ойлаймын да, Балауса ханым, кішкене жыным келіп кетті, шынымен де, как будто мына. Оның алдында да сұрап жүрді, маман қалай, қашан келеді деп, сол хал жағдайын бір балай қалай болды дегеннен кейін болады ғой бір. Мен енді мияқты маманы андай қылып не істеп жатқан ғой, жалқы болмай ақ қойшы. Тасташы маман теманы. Жоқ, сен тасташы емес, өзің айтып. Сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.